Сәлеметсіздер ме, құрметті менің каналым оқырмандары, сіздермен біз бүгін өте дәмді, оңай, тез жасалатын тағам жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай мякоть ет қажет болады. Ол етімізді ұзынша етіп осылай турап аламыз. Осылай етімізді турап алдық. Үстіне пияз, тұз, қара бұрыш салып қуырып аламыз. Осылай біраз қуырылғаннан кейін үстіне кішкене су құйып пісіреміз. Пісіріп болғаннан кейін картошкамызды жақсылап жуып, осылай пюре жасаймыз. Пюреге жәнегі пампушка және сүт қосып, осылай әдемілеп езіп аламыз. Болғаннан кейін табамызға ұнымызды салып, осылай қызарғанша қуырып аламыз. Қатты күйіп кетпеу керек. Отын астына аз ғана градусқа қоямыз. Осылай қып-қызыл болғаннан кейін үстіне сүт қосып, осылай қайта-қайта сүт қосып, үстіне сүйек болғанша араластырып отырамыз. Осылай етіміз пісқаннан кейін үстіне құямыз. Егер сізде қою болып шықса, үстіне кішкене қайнаған су құйыңыздар. Осымен гуляшымыз дайын болды. Ұнаса лайк басыңыздар.